Сатушы. Інім студент, өсіп келе жатқан інім бар, 17 жаста. Сол, өзім Айдананың жаңағы несін, профайлын қарап дейді ғой, недегі, Инстаграмдағы. Көп адамдардың қарадым да енді, именно Айдананыкі есімде алып қойды, себебі бедеп айтқанда өзінің талабында бойы ұзын, сарғыш келген, жаңағы 500 мың табатын деген сияқты, пол, не, жарты лимон дей ма? Жарты лимон табатын, короче. Сіздікі лимонның неше бөлігі? Енді шамалас қой. Шамалас па? Сол үшін, сол есімде қалды, сол талабы сразу сосын, ол жігіт мен ғой дедім ішімнен. Мен, бұл қыз мені іздеп жүрген дедім ішімнен сразу. Керемет екен. Негізі енді ата-анаңыз жалпы қарсы емес па, сіз ақтөбелік болғандықтан еді ол кішкене батыс қой бізде, кішкене қаттырақ емес па, сіздерде салт дәстүр ұстанбай ма деген сұрақ сізге? Жоқ, ондай енді айта алмаймын, қалай айтайын. Ақтау жақты қатты деп айтады ғой, Ақтөбе ондай қатты емес меніңше. Білмеймін, бізде деген Асылбек вечно қазақилы қойбай деп айтады әйтеуір. Жоқ, негізі мен олай айтқан жоқпын, бізде салт дәстүр ондай қатты емес, жалпы енді әркімнің өзінде болады, мысалға мен қаламаймын сондай, мысалы ұзын қысқа кигенді қаламаймын, қыздарды не үстіне не істеген қаламаймын. Сен сондай қарсы емессің ба жалпы, Айдана бізде қысқа киеді. Жоқ, мен ондайға қарсымын, негізі өз-өзін сыйлайтын ер адам ондайға қарсы болады. Ол салт дәстүр болсын, ұстансын, ұстанбасын, ол ер адам өз-өзін сыйласа, ол өзінің келіншегін, болашақ жарым деп есептеген әйел адамды олай жүргізбейді, жүргізіп қоймайды. Бекболат мырза, тағы да сұрақ сізге. Сіздің сонда жаңа айтып кеттіңіз ғой, сарғыш келгенмін, бойым ұзын дедіңіз. Бойыңыз қанша? Бойым 184. Соңғы рет өлшегенде 185 деді, бірақ мен 184 деп ойлаймын. Салмағыңыз? Салмағыңыз дейді? Салмағым 75 па, 76 ма сондай. Өлшенбедім көптен бері. Арықтау келген, барлығы маған ұнайтындай екен. Керемет. Бекболат мырза, спортқа қаншалықты жақынсыз? Айданаға да бұл сұрақ қызық сияқты сезіп тұрмын. Спортпен ондай, қалай айтайын? Дос емеспіз дейсіз ғой? Дос емеспіз, короче. Ондай хабарым жоқ ол жақтан ешқандай. Тек көрермен ретінде там. Болельщик ретінде, жанкүйер ретінде. Мен де бірақта жақсы көремін, футболға бар ғой, именно жанкүйер ретінде бүкіл эмоцияларыңды шығарып аласың, айқайлап. Бекболат мырза, тағы сұрақ сізге. Сіз енді спортқа жоқпын дедіңіз, бірақ өнерлеріңіз бар ма? Өнер жоқ. Ән, би? Жоқ, ондай өнерім жоқ. Енді билеген өлең айтқан ұнайды өзіме, бірақ өнерлімін деп есептемеймін. Түсінікті. Мен сосын қалай? Модельный школа бітіргенмін. Алматыда өз бағымды сынауға келдім ол жағынан да. Қазір? Ол жағынан да бағымды сынауға келдім. Түсінікті. Оны шамалы жұмыс келістіріп жалғасын. Ер азаматыңыз егер модель болса, сіздің көзқарасыңыз? Білмеймін, менің ойымша күшті. Қызғанып қалмайсыз ба? Қызғанып қалмаймын, өйткені менің ойымша былай өзімде өз-өзімді күтіп қалған, сақтап қалған қызбын ғой, сондықтан да менің қасымда жаңағы тура сондай жігіт болсын деймін. Егер Айдана, егер бәрі ойдағыдай болса, жаңағы уходовый процедураларыңа ақша үнемдейтін боласың болашақта енді. Негізі, шынымен де Айдана барлық сондай салондық процедураларды тегін жасап береді сізге. Өте керемет. Жана ханым, менде сұрақ болып тұр да, қайырлы күн. Бекболат, қош келдіңіз, сізге осы сұрағым болып тұр. Жаңа естіп жатқан шығарсыз, Айдана алғашқы дебют киносын бастап түсіп жатыр. Егер де алда сіздерде бәрі жақсы болып жатса, Айданаға тағы да осындай киноға ұсыныстар келіп жатса, сіздің көзқарасыңыз қалай болады? Қарсы болмайсыз ба? Енді оның рөліне байланысты ғой, ол сондайтын рөліне. Тоқал сондай рөлдерді қайтадан беріп жатса? Басқа жағын қарайшы деп айтам ғой. Айдана, егер сен сол ер азаматтың қарсы болса, сен кинодан отказ беруге дайынсың ба? Ой, әйтеуір ана жылдары сұрақ болды ғой, ақша немесе махаббат? Мен махаббат және ақша, етуір сондай сияқты да. Как бы... Соған қарағанда алғашқы рөл үшін біраз ақша берген сияқты. Жоқ, ақша берген жоқпын. Сөзіншіні, Диана ханым осы Қосылай бағдарламасының арқасында мені танып, біліп, ұсыныс түскен. Сондықтан да айтырмын, бұл Қосылай бағдарламасына алғысым шексіз. Ешқашанда сіздерді тастап кетпеймін, соңына дейін осы жерде үйленіп кетпегенше. Басты рөл алғанша Қосылайықтан ешқайда кетпеймін.
именно. Иә. жоқ сұрағына жауап берсеші Айдана, енді отказ бересің ба ер азаматтың үшін өзіңнің армандаған жаңа кино роліңнен? Иә, жоқ. Бұл сұрақ емес, бұл ұрсу болды Ақботаның тарапынан. Иә, шынымен де. Бәрі де отбасы үшін кез келген қыз, иә, қадамдар жасайды ғой. Яна ханым, айта кетейінші. Ассалаумағалейкум, Бекболат мырза. Қош келдіңіз. Сіз болашақта Айданамен барлығы жақсы болып жатса, осы Ақтөбеде тұрасыз ба, Алматыда тұрасыз ба? Өйткені Айдананың сөзі бар да, мен Алматыда тұрамын, или Астанада тұрамын, қалған қалаларда тұрмайын деген сөзі бар. Ол рас. Мен Алматыға уақытша келдім. Болашақта, білмеймін, неше жыл, 2 жыл мүмкін мен өзімнің еліме қайтам. Ақтөбеге. Иә. Жана ханым бола ма? Ол жас. Бекболат мырза, қош келдіңіз. Жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыз да, өз-өзін сыйлайтын ер азамат, жаңа қызының қысқа кигенін қаламайды деп. Бірақ сіз Айданаға келіп тұрсыз, Айдана олай қысқа киінеді. Соған сіздің көзқарасыңыз қандай? Енді негізі қазір ондай қалай нормально болып кеткен дейді ғой, ондай қысқа киіну қазір. Оны өзіңнің тәрбиеңе жайлап келтіріп алуға болады деп ойлаймын. Негізі сіз қарсы емессіз, иә, былай қысқа кисе? Жоқ, қарсымын ондайға. Бірақ Айданаға келіп тұрсыз. Жоқ, қазір мен үміткер ретінде келіп тұрмын ғой. Бәрі жақсы болып кетсе, ол жағын өзгертеміз бәрін. Жарайды. Айдана, сен өзіңнің жақсы көрген жігітің солай саған талап қойса, кимейсің ба қысқа? Олжас, былай айтайыншы, негізінен кез келген қыз баласы қысқа да кет, ұзын да кет, бірақ тұрмыс құрғаннан кейін біз бәрібір де туысқандарымыздың арасында, үлкен кісілердің арасында мен қысқа кимеймін. Яна ханым. Нұрсұлтан. Қайырлы күн баршаңызға. Бекболат, қош келдіңіз. Рахмет. Жаңа айтып жатсыз ғой, енді болашақ косметологпын деп айтып жатсыз, иә? Жалпы бет күтімін қалай күту керек, чтобы тезірек қартаймас үшін маман ретінде қандай кеңес бере аласыз? Мысалы, жылына бір рет тазалату керек па, или тағы басқа нәрсе деген сияқты? Қазіргі өзімнің білім деңгейіме байланысты айтайын, ақылымды. Адам күніне мейлінше 2 рет жаңа умывание дейді ғой, жуып, умывалкамен тонизация жасап, крем жағып жүру керек күніне 2 рет. Сосын негізі массаж лица дейтін бар, оны адам 40 жасқа дейін жылына 1-2 рет жасап тұру керек. Негізі ночонға айтып кетейінші, Яна ханым. Негізі ночон деген күнде байқаймыз ғой, сторисін, бет күтімін қатты қарайтын сияқтысың да сен негізі. Күнде сол жаққа барасың, мен емес, бәрі көріп жүрген шығар. Ол енді адамның бетінің проблемасына байланысты ол. Ау? Жоқ, ағарсау емес, просто енді бет күтіміне қарап тұрған дұрыс, жігіт болсын, қыз болсын, кім ерте қартайғысы келеді дейсіз? Дұрыс айтады. Негізі өзіңді қатты жақсы көретін сияқтысың деймін, осы күнде байқаймын. Негізі барымса ойылдық емессің ба Ақтөбенің? Жоқ, өзіненмін. Өзіненсің ба? Жалпы түрің таныс көрген сияқты. Ойылдың жігітіне ұқсап кетті ме? Ойылдың жігітіне ұқсап кетті. Атам ойылдікі деймін. Ата-бабам ойыл жақтікі сол. Бекболат, кстати, тағы бір сұрақ қойып жүрсем бола ма? Руыңыз кім сіздің? Таз. Ернұр мырза, іңкәр. Мен өз салам бойынша сұрақ қойып кеттім. Массаж. Бекболат, қош келдіңіз. Қанша болды айналысып жүргеніңізге массажбен? Массажбен айналысып жүргеніме 4 жылдан асты. Былай емдік массаж барлығын жасайсыз, или сізде қандай более осындай услугаға берілген? Жоқ, услуга. Мен сол жағына ауысып жатырмын. Емдік массаж жасадым кезінде. Одан шаршадым мен. Өзім енді жеңіл жағына ауысып. Бұл салаға қалай келдіңіз? Массажға ма енді? Ауыр ғой бұл жұмыс негізі. Мен білемін, мен өзім массажистпін. Бұл салаға бір кездері жұмыссыз қалып, солай келдім. Мен негізі өзім жаңағы армандап массажист боламын деп армандап олай болған жоқ. Ол сол кейбір жағдайлармен болды, бір жұмыссыз қалып. Былай басқа мамандық негізде сізде өзіңізде ессіз. Оқыған мамандығыңыз? Оқыған мамандығым негізі автомеханикпін негізі. Қазір медбратқа оқып жатырмын. Жалпы ізденісте жүретін ер азаматтың бірі екенсіз, иә? Түрлі салада жан-жақты. Солай ойлайды адамдар, мүмкін. Мындамын. Кешіріңіз. Қош келдіңіз, Бекболат. Саламатсыз. Бос уақытыңызда қайда барған жақсы көресіз, и романтикаға жақынсыз ба? Жоқ, романтика емеспін. Ал бос уақытыңызда қайда барған жақсы көресіз, или бармайсыз, тамаш етсіз ба? Не істейсіз? Білмеймін, жыл мезгіліне байланысты шығып тұрамын негізі. Жазда речкаға көп барам. Жазда. Қыста үйде отырасыз? Қыста үйде отыруға тырысам. Салқынды көтере алмаймын көп. Индира ханым. Сәлеметсіздер ме, қош келдіңіз, Бекболат. Жаңа айтып кеттіңіз, 4 жыл болды бұрынғы қарым-қатынас кішкене күдік ұялатып тұр. Не үшін сізде 4 жыл бұрын? Негізі ер азаматтар көбінесе әрі кетсе 3 ай шыдау мүмкін, 5 ай шыдау мүмкін. Бірақ 4 жыл емес. Мен жаңағы
официально жаңағы жүрген қызымды айтып тұрмын да, енді 4 жыл бұрын болды. Сонда сізде неофициально дегенде бар ма? Бейресми көрсеткіштер бойынша біраз қыз жұмбақ. Жоқ, одан кейін болады ғой, жаңағы шама танысып араласқан адамдар, бірақ мен оларды есептемеймін, отношение болды менде деп. Зухра ханым. Бекболат, қош келдіңіз. Негізі мен сұрағым мынандай да, жаңа Айдана сен айтып қалдың, сіз салт дәстүр ұстанбайсыз ба деген сияқты. Сен өзің салт дәстүрге сонда қарсысың ба? Жоқ, мен Айданаға қойып жатырмын. Зухра, мен қатты қарсы емеспін, ақ орамал киіп жаңа қонақ күткен кезде без проблем. Бірақ егер де жаңағы күнделікті күнде орамал тағып жүру, таңғы 5-те тұру, сол бір оңтүстіктің және батыстың салт дәстүріне шыдаймын деп ойламаймын өз басым. Жоқ, таңғы сағат 5-те 6-да тұрып есік алдын сыпыру, ол салт дәстүрге жатпайды. Салт дәстүр деген басқа заттар. Просто мен ойлаймын да, егер біз салт дәстүрді егер істемейміз, жасамаймыз десек, ол ұмытылып кетеді да кейіннен. Сондықтан салт дәстүрді мейлінше барынша ұстау керек деп ойлаймын. Хамрақұл. Диана ханым, оңтүстіктің, солтүстіктің деп жатсың, салт дәстүр бәрінде бірдей просто правилалар болады да, азанда ерте тұру, басқасы басқа. Одан бөлек Диана ханым, Индира ханым бірдеңе айта кетейінші. Алдыңғы аптада осы есте болса, мына жерде Ақтөрен жерден алып, жерге салып, досым кәдімгідей жамандап кетіп бір кісіні прикол қылып айтқан кезде. На самом деле сіз сол кісіге подписан екенсіз ғой кәдімгідей? Таниды екенсіз ғой сол кісіні. Бізге скриншоттар келіп отыр кәдімгідей. Сіз сол кісіге подписан екенсіз, мына жерде өтірік жылап кәдімгідей. Сол жерде, осы жерде Индира ханым жылап еді. Сол кісіге, оказывается, Индира ханым подписан екен өзі. Мәссаған. Кәдімгідей Диана ханым скриншоттар келіп отыр. Неге сонша көздің ağzына жерде Ақтөрен жаңағыдай жерден алып жерге салып, подписан екенсіз ғой ол кісіге. Ренжімеш, мен негізі ешкімге подписать етпеймін. Менде мүмкін автомат түрде шығар. Даже осы жерге келген кезінде түрде именно сол кісіге. Ол рас, осы жерге келген кезде мен жаңадан ашқан болатын. Негізі мен ешкімге, даже Ақтөре болсын, басқа болсын, ешкімге мен подписать еткен емеспін. Индира ханым айтып кетейсіз. Индира ханым онша түсінбейді ғой негізі. Біреу подписаться етеді ғой. Үстінен тағы бір басады да, андай. Иә. Взаимно подписаться етіп жүреді. Барлығына сөйтеді. Подписки бөлінді. Өйткені кім ол маған шабылан айтты, сіз оказывается дұрыс жүргізбейді екенсіз ғой, Инстаграмды білмейді екенсіз деп көп нәрселер сұрап алатынмын. Енді дым түсінбеймін, мынау дейсіз, бірақ TikTok түсіріп, басқа видеолар түсіргенде бәлесіздер ғой, құрсын. Именно сол кісіге подписан отырсыз. Кішкене дұрыстап сөйлей берін. Біріншіден мен сенен үлкенмін. Бәледей деме. Өйтіп сен өзің әпкеңе, басқа қарындастарыңа сөйлерсің. Біріншіден. Екіншіден маған даусыңды көтерме. TikTokта бұл жерде көңілім кіммен жарасып тұр, имеется в виду, например, жақсы араласып жүрген адамдар болады. Индира ханым TikTok түсірекші дейді. Жарайды деймін. Ешкімнің көңіліне қарап жатқан жоқпын. Сұрақ, Хамо, сізде пікір жоқ па? Мына жаққа қарай. Ол жақта бар сұрақ, Диана ханым. 4 жыл бұрын дедіңіз ғой, соңғы арақатынасыңыз. Неге осы уақытқа дейін сізде 4 жыл арасында бір арақатас болмады? Не себепті? Айтты ғой жаңа болды, бірақ официал түрде сол отношение деп. Ассалаумағалейкум. Бекболат мырза, тағы сұрақ қойыңызшы сізге, пожалуйста. Ақтөре қазір 1 минут. Сол арақатынастың тоқтатылуының себебі неде болды? И және қаншалықты ұзақ болды ол арақатынас? Мен ол кезде шамалы басқа адам болдым негізі ол кездері. Бірақ үйден шықпайтын, қаладан вообще ешқайда барғым келмейтін, короче. Қалай айтайын? Ол кездегі отношениеде болған қыз кетейік деді басқа жаққа. Басқа жақ деген басқа ел ме? Жоқ, басқа қалаға. Оқумен или жұмыспен мен бармаймын дедім. Сонымен ол айтты, мен кете беремін деді. Сөйтіп ол жалғыз кетіп қалды. Ол бара беремін деді, сонымен бітті. Сонда сіз қазірде сол ұстанымды ұстайсыз ба? Получается, сіз тек қана Ақтөбеде боласыз, басқа жаққа көшуге? Жоқ, мен сізге былай айтайын. Ол кезде қыз қалады да кетуді. Мен қалаған жоқпын. Ал уақыт өте келе мен өзім қаладым. Мен қазір жүрем. Мен өзімнің қалағаныммен жүрем. Бұл жерде қыз бала маған еріп жүру керек. Сол әйел адам маған еріп жүру керек. Басқа вариант жоқ. Басқа нұсқа жоқ, сондықтан тек қана шымылдық ашу керек сияқты болды. Давайте шымылдық ашылсын. Жанымды тербеші, I need you, baby. Қасымнан кетпеші, I love you, baby. Сөзіммен тексенші. I love you, baby. Бағымсың берілген, I need you, baby. Болшы тек менімен, I love you, baby. Let me love you, baby.
Енді әрине қасына отыруға болатын еді, бірақ орындығымыз сәл кішкентай, сол үшін өз орнымызда. Жоқ. Жоқ, Диана ханым негізі сразу сырласуға кетіп бара жатыр ау бұл кісі. Аха, солай болған сияқты. Айдана, әсеріңіз енді бой дедіңіз, бойы бар. Иә, өте керемет, сымбатты жігіт. Қуаныштымын. Енді сіздің типажыңыз? Иә, менің типажыма келеді. Келеді, иә? Келеді, иә. Айдана, менде сізге сұрақ бар еді. Жаңа Бекболат мырза айтып қалды, мен романтик емеспін мүлдем деп. Сізге ол маңызды ма? Романтик жігіттер қажет пе или маңызды емес пе? Иә, маңызды. Романтика мен үшін өте маңызды. Даже романтика болмағаның жоқ, хотя я романтика маңызды. Диана ханым, жаңа романтика деп жатыр ғой, ол тақырыпта емес, салт дәстүр жайлы бір-екі ауыз сөз айтып кетсем. Просто көп қыздар салт дәстүр дегенді мынандай заттармен шатастырады. Таңертең енесінен ерте тұру, бір-екі ыдыс аяқты жуып қойып, тамақ істеп үйді жинағанды, соны салт дәстүр, соны істегісі келмегендіктен қашады. Ата-анамен бірге тұруға, ата-енесімен. Сол жағынан былай алсақ, негізі салт дәстүрмен оны шатастырмаңыздар. Салт дәстүр деген жаңағы үйленген кездегі болатын жаңағы разный салт дәстүрлер, иә? Ал үйде болатын жаңағы енемен бірге тұрған кезде сол енеңе, өзіңнен үлкен кісіге қызмет ету, ол салт дәстүр емес. Диана ханым, негізі Зухраның сөзіне қарсы шығамын. Негізі келіннің міндеті дейді, ол рас, бірақ келіннің міндеті де салт дәстүрге жатады. Өйткені любой жерге келін болып түстің ба, сен білуің керексің. Келіңсің ба, үлкен жерде басыңа орамал тағып жүруді, сәлемің салуды, таңертең ерте тұруды. Ол келіннің міндеті салт дәстүрге кіреді ол. Мен сұрақ қойын дедім. Сіз өзіңіз ата-енеңіздің тұрдыңыз ба, сол жердің салт дәстүрін ұстадыңыз ба? Ұстадым, әрине, тұрдым. Ата-енеңіздің тұрдыңыз? Иә. Басқа сұрағыңыз жоқ, не? Былай айта кетейінші, ассалаумағалейкум, бауырым, қош келдің. Уалейкум ассалам, рахмет. Знак зодиагың қандай? Дева. Девасың ба? Тей салмай қалдың ба? Сен де девасың ғой, тей салмай қалдың ба? Че-то сен жаңағында жаурағышпын, несім, че-то нәзік жандыларға жатасың да. Біз негізі сондаймыз да, Диана ханым, бірақ сен қатты нәзік екенсің да, жаңағындай косметолог, жаңағындай негізі былай қарап отырсаң, ол қыздардың несі ол деймін да, косметолог, бетке қарап, шаш істейтін деген сияқшы. Жоқ. Соған қалай өзіңе олай ыңғайлы ма? Ыңғайлы өзіме. Мен бұл жағынан қысылмаймын. Себебі қалай айтайын, мамандық білдірмейді ол адамның қандай екенін. Ақтөре негізі косметолог болу үшін адам оқу бітіру керек та, кәдімгі доктор ретінде. Сондықтан да ол да бір халыққа деген пайдасын тигізу ем. Білмеймін енді, тағы да бір байқамай, үндемей Ақтөре нәзіксің деп тиісіп жатыр, тілдеп жатыр біздің келген үміткерді. Жарнамадан кейін жалғастырамыз. Есім Масхат болады, жасым 32-де.